CSS селектор туралы әңгіме қылайық. CSS селектор біз алдыңғы сабақта тег арқылы бердік. Тег арқылы береміз және класс арқылы да беруге болады CSS-ті. Және идентификатор арқылы, ID арқылы. Және универсальный не бар? CSS селектор. Сол туралы айтып өтейін осы видеода. Айтпақшы, мен қазір мына жерге тағы да CSS-терді жазып бастасам, мына жер толып кетуі мүмкін, көп болып кетуі мүмкін. Сөйтіп, біздің индекс HTML бетіміз болып өсіп кетуі мүмкін, 2000 қатар, 3000 қатар болып. Сол үшін мүмкіндігінше осындай CSS-терді бөлек файлға шығарып отқан дұрыс. Мысалға, мына жерге жаңадан файл қосайық. Main CSS деп қосайық, және соның ішіне мынаны лақтырып жіберейік. Енді мынаны өшіре саламыз, керек емес. Оның орнына біз main деген CSS файлды қосамыз. Сырттағы файлға байланыс бұлай жасалынады. Осылай, және мына жерге атын береміз. Main CSS деп. Қарап көреміз. Бәрі нормально, ештеңе өзгерген жоқ. Значит, жұмыс істеп тұр. Ал егер мынау болмағанда, мысалға комментировать етіп қойған уақытша, ол мынандай болушы еді. Демек, тура осы файлды сырттан қосқандықтан нәтижесі осындай шығып тұр. Жақсы. Жаңа мен қалай деп айттым? Тег арқылы беруге болады CSS, және класс арқылы беруге болады. Давайте класс арқылы беруді өтейік. Мысалға, осы мына мәтіндердің ішінде біреуі ерекше үлкен болуы керек болсын. Мысалға, дәл ортасындағысы. Оған класс береміз. Класс. Енді текст үлкен болу дегенді ағылшынша қалай деп жазсақ болады? Bigger text дейміз бе? Әйтеуір тексттің үлкенірегі ғой. Тексттің үлкенірегі. Және мен класс арқылы беріп тұрмын. Сол себепті селекторда нүктемен бастайсыз. Font size 50 пиксель қылайық. Қараңыздар. Барлық P-ға қатысты ережелер барлығы қатысы бар, және именно тура осы класс арқылы берілген бір P ол ерекше үлкен болып тұр. Font size мұнда да бар, және мұнда да бар. Көрдіңіздер, Егерде тег арқылы берген ережені CSS класс арқылы үстінен оверрайт жасасақ, класс арқылы жеңіп кетеді. Мысалға, мұнда бір ереже бар, және тура сол ережені font size'да мына жерде қайталасақ, конфликт болған болса, класс арқылы берілген жеңіп кетеді. Жақсы. Екі қайталап жібердім, бір айтқан сөзді. Так, давайте енді классты бірнеше жерге беріп көрейік. Бірнеше жерге берейік. Сақтадым. Енді класс арқылы беру ол бір жолы, және ID арқылы да беруге болады. ID арқылы last paragraph дейм ба? Осылай. ID арқылы CSS селекторды көрсеткен кезде решетка арқылы қоямыз. Решетка арқылы қоямыз, және font size small қылайық. Сөйтіп, обновить етейік. Қараңыздар, кішкентай болып қалды. Хотя бұл жерде CSS класс бар еді, bigger text деген. Демек, бұдан не түсінеміз? Қарапайым тегке берілген CSS-ті класс жеңіп кетеді. Класспен берілген CSS-ті ID арқылы, идентификатор арқылы берілген CSS жеңіп кетеді. Ең мықтысы осы ID арқылы берілгені. Бірақта одан да мықты бар. Ол осы элементтің ішіне тура осы жерге жазып жіберсе. Мысалға, style деп ше. Style деп font size, мысалға, қанша дейік? 40 пиксель болсын, 40 пиксель дейміз.
жаңартамыз. Міне, үлкейіп кетті. Так, енді CSS селекторларды ретмен қояйық. Ең бірінші әлсізі ол универсальный селектор. Одан кейінгісі тег арқылы берілгені. Одан кейінгісі класс арқылы берілгені мықты. Одан кейін ID арқылы. Одан кейін attribute style деп берсе. Так. Так, мына нәрсеге назар аударыңыздар, ең әлсізі универсальный селектор, одан кейін тег арқылы селектор, одан кейін класс, одан кейін ID, одан кейін атрибут style деген, ол мына элементтің ішіне мына style деген атрибут арқылы беріп жіберу деген сөз ғой. Жақсы, осы жерден бір тоқтасақ болады деп ойлаймын. Егер осыған дейін емін еркін қайталай алсаңыздар, ары қарай да алып кетесіздер деп ойлаймын.